Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге тез дайындалатын, өте тойымды, кез келген дастарханның көркін ашатын, пикник деп аталатын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, рецепті түртіп алыңыздар. Ең алдымен сәбізді жуып тазалап, үккіштен өткізіп аламыз. Жалпы сәбіздің адам ағзасына берер пайдасы өте зор. Құрамындағы А витаминінің арқасында адамның бойы өседі екен, және терісінің түсі тазарады, көзінің көруі жақсарады екен. Келесі болгар бұрышын тураймыз. Қызыл түсін алсаңыз да, жасыл түсін алсаңыз да өз қалауыңыз. Менде осындай мұздатылған түрі бар екен, турауға да өте ыңғайлы. Барлығын ұзыншалап турап аламыз. Келесі біз қиярымызды тураймыз. Балғын қиярымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Бұл салаттың да жасалу жолы өте оңай. Үйлеріңізге қонақ келген кезде тоңазытқыштан алып жасай салатын салаттардың бірі. Келесі шұжығымызды тураймыз. Шұжықты да ұзыншалап турап аламыз. Шұжықты мүмкіндігінше копченый түрін алыңыздар, өйткені дәмі өте жақсы болып шығады. Мінекей шұжықтарымызды да турап алдық, тысымызға саламыз. Қызанағымызды да дәл солай ұзыншалап турап аламыз. Қызанақтың суы қатты шығып кетпеу үшін тым ұсақтап тураудың қажеті жоқ. Көкөністерімізді турап болдық. Енді тұздалған қиярымыз бен консервіленген жүгерімізді қосамыз. Және ең соңында міндетті түрде майонез саламыз. Тұз салмаймыз. Салатқа ешқандай тұз салмаймыз, өйткені құрамында тұздалған қиярымыз бар және майонезіміз бар. Барлық жеріне тиетіндей етіп жақсылап араластырамыз. Және ең соңында кептірілген нандарымызды қосамыз. Духовкаға турап 10 минутқа салып алсаңыздар, осындай сухари болып шығады. Сухариктердің арқасында салатымыз ерекше дәмге ие және өте тойымды болып шығады. Салатымыз дайын, ас болсын, кез келген адамға ұнайды деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Сіздердің жылы лебіздеріңізді асыға күтемін. Бұйырса алда жаңа рецептермен бөлісетін боламын. Рецептерді жіберіп алмау үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар.